Жәннатты Алла немен орады дейді? Тихендермен орады дейді да, тихендермен. Тозақты гүлдермен орап қойды дейді да. Қараңыз, ораза ұстауыңыз керек, қарныңыз ашып жүру керек, шөлдеп жүруіңіз керексіз. Дұрыс па? Біреуді боқтамауыңыз керексіз. Біреуді алдамауыңыз керексіз. Қиын да бәрі. Дұрыс па? Амал өте көп. Жәннаттың амалы қиын да. Бірақ тозақтың апаратын амал қараңыз. Көшеде күнә, зина болсын, кез келген күнәні сатып алмай-ақ тегін тұрда, Құдай сақтасын да. Тегін. Бұл да бір сынақ екен да. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой. Мен бір көбелекісті қорғап отқан сияқты. Жаңағы бала өзі барып түсіп кетуі мүмкін. Бірақ Алла оны тастамайды деді да. Тозақтың есігі гүлдермен оралса, жәннаттың есігі тиенектермен, қиындықтармен оралған екен, құрметті жамағат. Жәннатқа кіре салу, өзіңіз ойлаңызшы. Осы өмірдің өзінде бір жетістікке жете салудың өзі оңай нәрсе емес қой. Әрине, бәр нәрсе қиындықта, бәріне еңбек талап етеді. Сол сияқты, бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына бір хадисін айтады. Жәннатқа кіретін пенделерім үшін Алла тағала жәннаттық амалдарды олар үшін жеңіл етіп қояды деген да. Жәннаттық амалдарды оларға Алла жеңіл етіп қояды істеуді. Міне, альхамдулилля, осы жерде қаншама жамағат бар. 30 күн оразада 5 уақыт құлшылық. Олар намаз оқымаса қиналатын, олар ораза ұстамаса қиналатын, олар Құран оқымаса қиналатын, олар зікір етпесе қиналатын жамағаттар бар. Аллаға шүкір. Альхамдулилля. Оларға намаз оқу, зікір қылу, олардың балық суда қалай демалса, олар да солай демалады. Бірақ бір адамдар бар, көп адамдар. Ләші болса, дұрыс болды. Мешіттің бәрі жабылып, адамдардың бәрі, өз жастардың бәрі намазға кеп, бәрі құлшылық қып кетіп өтіп. Шалдар істесін намазын. Баяғыда шалдар тұтушы еді оразаны, кемпірлер тұтушы еді. Жастарға не бар? Кім барып көріп кепті? Деп, Құдай беріп отқан қаншама адамдар бар да, Құдай сақтасын. Бірақ Аллаға шынайы ғашық, Алланың рахметіне шынайы үміт еткен пенделерді ешкім оны ғибадаттан, құлшылықтан тосып қоя алмайды. Альхамдулилля, сол Алланың рахметінен үміт етіп, рахметіне ие болған, кешіріміне лайық болған амалдардан болып, үшінші онкүндігіміз тозақ отынан құтылатын онкүндікте тұрмыз. Оның ішінде тақ түндерінің бірі қадір түнінде тұрмыз. 1000 айдан да хайырлы болған түнде тұрмыз. Альхамдулилля, осы күнге жеткізген Аллаға. Енді осындай мүмкіндік Ражаб жерді дайындайтын ай деді. Шабан сол егінді егетін ай деді. Рамазан сол өнімді өсіріп, оны оратын ай деді. Сол өнімді орып, жинап атқан уақытымыз енді қадір түні бітті, Рамазан айы бітті, қайтадан баяғы байғожаның таяғы болатын болсақ, онда жинаған амалымыздың бәрін алып, бір іскірт бидайды қайт жағы жібергенмен тең екен да. Енді біз Рамазаннан кейін де, Рамазанда қандай құлшылықта болған болсақ, Рамазаннан кейін де осындай ғибадатта, құлшылықта болуымызды Аллаху субхана ва тағала өзі нәсіп етсін, құрметті жамағат.